Қазақстан түрлі ұлттағы, сенімдегі, көзқарас пен дін өкілдері бейбіт өмір сүретін мемлекет. Біздің еліміздің әрбір азаматы дінге қарамастан жарқын қоғамның бір бөлігі болып табылады. Деструктивті діни ағымдар мен экстремизм бір адамға ғана емес, жалпы қоғамға да кері әсерін тигізуі мүмкін. Адамзаттың бүкіл тарихы соғыстар мен қақтығыстардан тұрады. Соңғы 10 жылдықта біз 25 мыңнан астам қанды қақтығыстардың куәсі болдық. Біз шындық үшін күресеміз, идея үшін күресеміз. Бірақ біз бұл үшін төлейтін баға тым үлкен емес пе? Есіңде болсын, сенің дінің жақсылық пен ағартушылық әкеледі. Діннің терроризмге, экстремизмге және соғыстарға ешқандай қатысы жоқ. Деструктивті ағымдардың сенің бейбіт аспаныңның құлауына жол берме. Зұлымдық біздің елімізді де айналып өтпеді. Бірақ сіздермен бірге егеменді және бейбітшілікті сүйетін мемлекет құралдық. Бейбітшілік пен келісім қағидаты бойынша өмір сүретін біздің тәуелсіз Қазақстан.